Құрметті көрермен, адам жанын түсініп қана қоймай, оларды дұрыс жолға салуда игі қызмет атқарып жүрген психолог маманның кеңесі қай-қайсымызға да керек дүние. Олай болса, бізде әдеттен озбай бағдарламамызға психолог Жанар Смайыловамен бірге жалғастырамыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Осы орайда бағдарламамызға келіп түскен мына бір хатқа тоқталуды жөн көрдік. Ендеше мен сізге оқып берейін. Сәлеметсіз бе, не істерімді білмей басым қатты. Бәрін басынан бастайын. Жасым 28-де, 5 жылдан бері тұрмыстамын, 2 балам бар, ата-енеммен бірге тұрамыз. Қарым-қатынасымыз жақсы. Мәселе күйеуімде. Күйеуімді сүймеймін, тек жасым келіп қалғандықтан тәрбиелі азамат қой деп, кейін жақсы көріп кетермін деп тұрмысқа шыққан едім дейді. Бірақ оны жақсы көрудің орнына күн санап жек көріп барам. Оның үстіне ол жұмыс істемейді. 1 жыл болды, тым жақсы істеп жүрген жұмысын тастап үйде отырып алды. Қазір отбасымыздың барлық шығыны менің мойнымда. Ажырасып кетейін десем, балалардың обалына қалам ба деп қорқам. Өмір бойы сүймеген адаммен өмір сүргенім дұрыс па дейді. Ішке айқай ғой, сізден кеңес сұрап отыр. Енді бұл хат Қазақстанның әйелдерінің ішінде, бұл айтқанда, отбасылардың ішінде бір 60%-ында бар оқиға. Менің жеке өзімнің кеңесімде көптеген әйелдер осы тақырыпта келіп жатады. Осы тақырыптың айналасы десек те болады, нақты өзі болмаса да. Ол жерде енді әртүрлі жағынан қарауға болады. Нақты әйел айтады, дұрыс па, бұрыс па. Енді дұрыс біз айта алмаймыз. Ол әйелдің өзінің шешімінде, өйткені маған болған дұрыс дүние, ол кісіге дұрыс болмауы мүмкін. Енді мен ол жеріне емес, жоғары қарай, хаттың басына қарай кішкене тоқтала кетсем, жасым 28-де дейді. 28-дегі жасым уақыт келіп қалғанда тұрмысқа шықтым дейді. Жоқ, 28-де қазір 5 жылдан бері тұрмын. Сонда 23 жасында өзім отырып қалғанмын деп санаған. Сол кездің өзінде өзіне деген сенімділігі өте аз болғандығын бір білдіреді. Енді сырттан пішпейік ол кісіні енді. Бірақ енді жалпы әйелдер көріп тұрғаннан кейін 23 жастағы қыз ол өте жас. Енді ғане үлкен өмірге аяқ басқан психологиялық тұрғыда, жасөспірімдік шақтан енді шыққан нақты. Ал енді ол кісіге шықтым, ол кісі жұмыс жасамайды, мен толықтай қаржылық барлығын мен мойнымда деген сәтке келетін болсақ, кішкене өтірік деп айтар едім. Егер ол кісіге жұмыс жасау ұнамайтын болатын болса, қаржылық жағдайын ол кісі көтермес еді. Ол шаршадым деп айтар еді. Бұл сәтте мен жұмыс жасаудан шаршадым. Бұл маған ұнамайды деу керек еді. Ол кісінің тек айтып отқаны, мен қаржылық тұрғыда мен толықтай отбасын қамтып отырмын. Бұл осы сәтте ер азаматының жұмыс жасамайтынына кішкене бұл намысына тию сәтінде айтылып отырған дүние сияқты. Сондықтан бұл кісіге айтар дүние әрине өте көп, бірақ тағы да сипаттама ретінде әйелдер түсіну үшін. Не себептен бұл кісі қазір жұмысын ұнатып тұр? Өйткені үйде отырғысы келмейтін әйел екен. Ата-енемен тұрғандықтан балалар. Енді балаларым дегенге қарағанда бір минимум 2 бала бар деген деп ойлаймын. Сондықтан үйден кету процесі, үйде жатқан ер азаматтың қасында отырмау процесінде, соның барлығынан қашу үшін ол кісі жұмыс жасауы мүмкін. Бұл ол кісінің пайдасы. Ол кісіге бұл процесс ұнауы мүмкін. Ал енді қаржылық жағынан дегенге келгенде, бұл кісі текстің астында айтып отырған дүниесі, мен бұл ер азаматты асырағым келмейді. Мен балаларымды асырауға шамам жетеді, бірақ бұл ер азаматты асырағым келмейді. Оның әке-шешесінде. Оның әке-шешесінде енді бұл айтқанда, толықтай бір отбасын асырап отырған әйел болып тұр ғой. Теория бар, 3 бұрыш қарпыма деген. Ол жерде жаңа құрбандықтағы адам, құтқарушы адам және жәбірлеуші адам. Сол 3 бұрышты алатын болсақ, бұл кісі қазір өзін бір құрбан санап тұр. Мен құрбандыққа өзімді шалдым, мен осының бәрін істеп жатырмын, мен мықтымын деген сияқты. Балаларым үшін ғана жүрмін. Балаларым ғана үшін жүрмін. Бәрін тастап кетерін, мен де бүйтіп жүрдім ғой деген. Менің ойымша ол ақылды еді, басында айтты, ақыл тоқтатқан азамат деген сияқты. Сондықтан бұл менің үмітімді ақтамады. Оның мәселе диванда жатқаны емес, үйде жатқаны емес, мәселе бұл кісінің үмітінің ақтамаған ер азамат болғаны. Енді бала үшін деп айтқан сәтіне келетін болсақ, бала үшін ешқашан ешкім тұрмайды. Бұл барлығын айтатын сылтау. Ері болсын, әйел болсын. Ешқашан тұрмайды. Ол сылтау емес. Ол 3-4 орында тұруы мүмкін. Басты өзінің бойына керек дүниелер. Біріншіден,
баспанасы бар, ол кісіге ыңғайлы. Балаларының ата-енесі қарауы мүмкін, ол кісіге тағы да ыңғайлы. Ер азамат үйінде жатса, тағы да қарауы мүмкін. Бұл кішкене болса да еркіндіктегі әйел. Сол сәтінен қарайтын болсақ. Ал бұндай сәттен шығуға қандай кеңес береміз енді ол кісіге? Кеңес бүйт деп айтсақ, былай деп айта алмаймыз, иә. Бірақ ер азамат ретінде, әйел ретінде екеуі қосылды. Екеуінің жасы бір кішкентай 17 жасар бала емес. Екеуі де ересек адамдар. Бұл таңдауды бір-біріне екеуі жасады. Ешкім қинаған жоқ. Иә. Сондықтан бұл сәтте мына бизнесте серіктестер болады ғой. Олар не істейді? Олар келісім сөзге келеді. Отырады айтады, менің қолымнан мына дүние келмей жатыр, серіктес ретінде сен маған көмектесші. Немесе мен саған көмектесейін, немесе жауапкершіліктерді бөліп алайық. Мына жаққа мен жауап берейін, мына жаққа сен жауап бер деген сияқты. Ашық сөйлесу, келісім сөзге келу. Сол сәтте ғана екеуі келісім сөзге ерлі зайыпты ретінде келе алса, отырып, міне мен жұмыс жасап жатырмын, иә бұл маған ұнайды. Бірақ толықтай қаржылай сені де отбасыңды да қамтамасыз етуге мен қаламаймын. Сондықтан не официально дейміз ба, сен осы үйде отыратын ер адам болып санал, барлығына жұмыс іздеме, мен барлығын істеймін, бірақ толықтай үйдің қатысты дүниесін бәріне мені қатыстырма. Мүмкін ол әйел жұмыстан келген кейін тағы тамақта істейтін шығар, балаларға да қарайтын шығар, сол сияқты. Сондықтан келісуге болады. Сен осыған қара, немесе орнымызбен ауысайық деген сияқты. Иә, орнымызбен ауысайық деген сияқты. Енді бұл кісінің ерлік мінезі өте жоғары болып тұр ғой. Өзін қолына алып тұр ғой. Ол жерде контроль да өте көп, Оның ұзағына кететін болсақ, балалық шағында жатқан дүние. Мүмкін әкесіз өскен әйел болуы мүмкін, мүлдем ер азаматқа сенуге болмайды деген, әйтеуір өзім алып шығуым керек деген. Сондықтан бұл жерде келісім сөзге келу, отырып ашық сөйлесу. Бірақ ең басты дүние кінәламау. Сен міне жатып алдың, сен кінәлісің емес. Нақты өзінің қажет дүниесін айту. Маған мынау қажет, немесе ұнайды, ұнамайды. Сол арқылы ол кісіні де тыңдауға тырысу. Енді хаттың ең жоғарғы басында айтады, күйеуге шықпай қалам ба деп қорықтым, 23 жаста. Бұндай, былай қарап тұрсақ, көп қазақ қыздарында кездеседі, Сіз қандай кеңес бересіз солай? Мен шықпай қалуым мүмкін деп қорқатын қыздар. Жақсы көрмедім, уақыт өте келе жақсы көріп кетемін. Ол да қиын дүние екен, ол қалай? Енді бұл да жертваның бір түрі ғой, құрбандыққа өзін шалған, мен егер ол адам оған ұнамайтын болса, ешқашан шықпайды. Ұнамайтын адамыңызбен сіз күйеуге шықпай емес, ол кісімен сөйлеспейсіз де, ол кісімен контактке де түспейсіз. Сондықтан ұнату сезімі міндетті түрде ол жерде болды. Тек қана бұл кісінің қазіргі мұңы ол үйде жатыр. Сол жаққа ғана кетіп тұр. Ал енді жаңағы қыздарға, мен күйеуге шықпай қалуым мүмкін деген ойда қыздарға, ондайдың бұл енді мына қалып қою, ортадан қалып қою, сенің бұл енді коллективті установка ғой, сен білімсіз болсаң, сен ешкім емессің, сен ештеңе қолыңнан келмейді, сен күйеуге шықпасаң, сен әйел ретінде өзіңді әйел деп атай алмайсың деген сияқты. Сондықтан бұл жерде бұл өз-өзіне деген сенімдігін жоғарылатумен жұмыс жасау керек. Қаншақты мен құндымын, мене ұнайтын қазіргі дүнием бар. Өзінің құндылығын сезіне бастағанда, сонда ер азамат ол адамға кездеседі. Сол кезде оны да бағалайтын, құндылығын түсіне алатын, сенімділігін ары қарай жоғарылататын ер азамат кездеседі оның жолында. Ешкім жолда қалмайды, қалып қоймайды. Енді бұндай әйел адам, өзіңіз айтпақшы, Қазақстанның 60% әйелдері осылай өмір сүреді. Осы тұрғыдағы. Ерін сүйрелейді деген сияқты. Енді көбінесе қандай кеңес бере аламыз ондай жандарға? Өзін құрбандықтан алып шығып, күйеуіне мотивация беріп жатқызбай. Енді күйеуіне ешқандай мотивация бере алмайды. Бастысы күйеуіме мен саған сенемін. Ер азаматқа сенуді бастау. Оның түбі қайда жатыр, ол балалық шағында, жаңағыны айта кеттім. Мүмкін әкесі өскен шығар. Мүмкін анасы сондай модельде өсірген шығар. Әкесін сүйрелеп, мен барлығын. Ол өте гиперконтрольдағы адамдар дейді, менсіз ештеңе шешілмейді деген сияқты. Сол тәрбиені көрген қыз, ол да ары қарай дәл сондай болуы мүмкін деген ойдағы. Болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде өте қиын бір дүниені айту. Басты бір арнайы бір бағытымен келмесе, оның оңды, солды, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес деп айта алмаймыз. Айта алмаймыз. Енді ер адам үйде жатыр дейді. Жап-жақсы жұмысы бар еді, жақсы ақша табатын дейді. Бірақ бір жыл болды үйде жатып алды дейді. Осындай жағдайға кезіккен әйел адамдарға қандай кеңес айтуға болады? Сөйлесу. Жаңағы айтқан сөйлесу. Ол ер адам жайдан жай жатқан жоқ қой. Міне, Ол жайдан жай жатқан жоқ. Мүмкін дәл қазіргі сәтте ол бір пауза алған шығар.
Әйел адам декретке шыққанда да пауза алады ғой, демалайыншы деп, күш жинайды деген сияқты. Екінші бір серпін пайда болады. Дәл сол сияқты ол кісіде болуы мүмкін. Психологиялық тұрғыда ол кісіде бір өте бір күшінің жоғы, энергиясының жоғы да болуы мүмкін. Бір себеп. Екінші себеп ол ата-анасымен тұрып жатқан ер азамат екен. Сондықтан ол 100% мына отбасыға жауаптымын деген ойда болмауы мүмкін. Жауапкершілікті сезінбеуі мүмкін дейсіз ғой, бөлек тұрмағаннан кейін. Бөлек тұрмағаннан кейін ата-анам бар, мүмкін ол кісілердің пенсиясы бар, басқасы бар, әйелі асырап жатыр. Онда мен неге қиналамын, иә? Немесе ата-ананың алып жатқан зейнетақысы бар, соған сену мүмкін деген сияқты. Мүмкін. Сондықтан бұл жерде өзі әлі әке тануға, үйленуге мүмкін уақыт келмеген адам шығар. Сондықтан бұл сәтте оның ішінде де внутренний ішкі конфликт дейді ғой, конфликт болып жатқан. Немесе әйеліне әдейі істеп жатқан шығар. Білмейміз ғой олардың басында не жатқанын. Ал жалпы жаңағындай ер азаматтарға қандай кеңес береміз? Қанша уақыт ол пауза ұстау керек? Өзіңіз айтпақшы. Енді оның әртүрлі себебі бар. 2-3 айға дейінгі пауза ұстайтын дүниесі бар, өзіне бір уақыт беретін, күш жинап алатын деген сияқты. Әркімнің өзінің сәтіне қарай өзі тоқтата білу керек. Әрине, 1 жыл жатыр деген сөз, ол өте қиын дүние. Ер азаматтың немесе әке-шешесінің артынан бір оны езіп тастаған сияқты, намысына түсіріп тастаған сияқты, өзін бір еркек ретінде оларға қажет емес сияқты сезінуі мүмкін. Сондықтан жаңағы айтқан паузамыз ол әркімге әртүрлі, минимум 3 ай енді. Бірақ түсініп көруге тырысыңыздар деп айтасыз ғой әйелдерге, иә? Тырысыңыздар және сөйлесуге тырысыңыздар. Не жатыр ол адамның ар жағында, оның үйде жатуында бір мотивация бар ғой. Бір ішкі ойы бар, жұмыстағы мәселе ме екен, ал онымен қалай сөйлесу керек ол? Мүмкін ашуланып, ақша тапқанды міндетсің бе деп айтатын ер адамдар да бар ғой олардың арасында. Әрине, ондай да адамдар бар. Бірақ енді әйел ретінде сіз еріңізді білесіз ғой. Қалай сөйлесу керек еді, қай кезде үндемей қалу керек, қай кезде кішкене дауыс шығару керек екен, немесе қай жерде анық сөйлесе алатын сәтті. Осы кезде әйел адам ер адамға енді ерексіп демей ақ қояйын, бірақ сол кісінің мойнына жауапкершілікті сезіндіру үшін жұмыстан шығып үйінде ер адам сияқты шығып үйінде отырса, осы кезде мүмкін жоқ, ол бір крайнисен екінші крайнисі, ол өте қиын дүние. Біріншіден ол отбасын қаржылық жағында да өте қиын келетін дүние. Бірден бұл немесе ойлайды ғой, бір мысал келтіріп жіберейін осы жерде. Егер мен тағы да бала босансам, ерім кетпеуі мүмкін деген бір ой сияқты, крайнис сияқты келетін дүние бұл да. Егер мен жұмыстан шығып кетсем, ұстап тұратын, менің күйеуім жұмысқа шығуы мүмкін деген сияқты. Бұл жерде оны ештеңе істей алмайсыз, онда шантажға барудың қажеті жоқ. Бұл жерде ең бастысы сөйлесу. Жаңағы айтқан, тағы да айтып келіп жатырмын, сөйлесе білу. Сөйлеспейтін ер азаматтар бар, ішінде тынып жүретін ер азаматтар бар. Оны енді әкесімен сөйлесе ме, мүмкін басқа бір авторитет өзіне адаммен сөйлесе ме, мүмкіндігінше ішіндегісін шығара білу. Бірақ әйел ретінде ол ханымға айтатыным, өзінің әйелдік мінезін жоғарылату, нәзіктігін жоғарылату. Егер ер азамат өзінің әйеліне керек еместігін түсініп тұрған сияқты ғой, енді қазір былай айтқанда, ақшаны өзі тауып жатыр, барлығын өзі жауапкершілік өзін алды деген сияқты. Сондықтан ер азаматтарымыз кім болғысы келеді? Бір ертегідей геройдың қазақшасын ұмытып қалып тұрмын қазір. Сонда кейіпкер болғысы келеді ғой, әрі әйелге. Егер әйел оны сезіндірмесе, ол адам не себептен, ол ер азаматы, ол әйел үшін бірдеңе жасау керек. Тамаша, көп рахмет, уақытыңызды бөліп, бір әдемі жауап болды. Көріп отқан аруларымызға да тамаша бір кеңес болды деген ойлаймыз. Уақытыңыз бөліп келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізде шағын жарнама, кейін хабарымыз одан әрі жалғастырамыз.